Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз, яғни пәніміз әдебиетті оқыту әдістемесі. Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз, яғни интерактивті әдістер арқылы әдебиет пәнін оқыту әдістемесі, оның тиімділігі. Бұл тақырып бойынша сіздерде лекция өткен болатын. Сол лекцияның бұл практикалық жұмысы. Жақсы, енді қазір біз осы тақырыптың мақсатымен танысатын болсақ, яғни жеке топтық жұмыстар арқылы әдебиет сабақтарында интерактивті әдістерді практика жүзінде қолданып, тиімділігін көрсету. Екінші мақсатымыз оқушылардың жоғары ойлау деңгейін арттыратын әдістерді көркем шығармалардың ерекшелігіне, көлеміне, мазмұнына қарай таңдап алу жолдарын көрсету. Міне осы екі мақсатты жүзеге асыру барысында біз мынандай міндеттерді жүзеге асырамыз. Біздің бірінші міндетіміз әдебиет сабағының әр кезеңінде қолданылатын әдістерді саралай білу. Екінші, көркем шығарманың жанрлық, стильдік ерекшелігіне қарай интерактивті әдістерді таңдап алу. Үшінші міндетіміз болашақ педагог мамандардың әдістемеден алған білімдерін мөлшерлеу. Енді осы міндеттерді жүзеге асыра отырып, қазір біз асыру мақсатында біз лекцияны еске түсіреміз. Лекцияны еске түсіру барысында бинго әдісін қолданамыз. Қазір кез келген бала өзі тұрады, сосын барып бинго айналады, түскен сандағы сұраққа жауап береді. Лекция бойынша. Мінекей, бинго айналып жатыр. Ал енді кім жауап береді екен? Кім? Аружан? Сізге түсті 13-ші сұрақ. 13-ші сұрақ. Ал 13-ші сұрақты көрейік. Әдіс дегеніміз не? Тәсіл дегеніміз не? Ал айталым. Жалпы әдіс дегеніміз ол бізде оқу тәрбие жұмыстарының мұғалім мен оқушы арасындағы бірлесіп жұмыс істеуі. Ал тәсіл дегеніміз ол бізде әдістің бір элементі болып табылады. Тәсіл ол бізде 5 түрге бөлінеді. Ой, зейін, қабылдау, психологиялық әрекеттерді дамытатын тәсілдер, одан кейін оқушылардың қарым-қатынастарын жақсартатын тәсіл, және де жақсы. Кім толықтырады, кім жалғастырады? Аружан отырады, рахмет. Бар ма? Одан кейін проблемалық сұрақтарды шешу бойынша әдістер, және де тәсілдің түрін ғана айтып жатырмыз, тәсілдің түрін ғана. 3 тәсілдің түрін атады, енді 2 тәсілдің түрі бар. Проблемалық, сосын одан кейін баланың сезімдеріне әсер ететін тәсіл. Жақсы, отыра ғой. Жақсы. Келесі кім келеді? Кім? Ұлжан, келе ғой. Ал, бинго айналып жатыр. Сізге қандай сұрақ береді екен? 24-ші сұрақ. Ал, оқудағы ең басты нәрсе не? Жалпы мен ойымша оқытудағы ең басты нәрсе ол екі жақты біртекті процесс болып табылады. Ол мұғалімнің және оқушылардың арасындағы байланыс оқытудағы ең басты нәрсенің бірі болып табылады деп ойлаймын. Содан кейін ол міндетті түрде сабақ барысында әдіс тәсілдердің бүгінгі тақырыпқа байланысты әдіс тәсілдердің қолданылуы. Өйткені ұстаз тарапынан, мұғалім тарапынан қаншалықты көп әдіс тәсілдер қолданылу, бұл жүйелі әрі тақырыпқа сай әдіс тәсілдер болса, соншалықты баланың сабақты меңгеруі тиімді болады деп ойлаймын. Жақсы. Кім толықтырады? Отыра ғой, рахмет. Кім толықтырады? оқытудың Ең басты нәрсесі ол оқушының танымдық жұмыстары болып есептеледі. Жақсы. Келесі кім келеді? Кім келеді? Гүлден, келе ғой. Ал, сізге қандай сұрақ береді екен?
әдіс тәсілдерді нешеге топтастырады? Баланс бізде әдіс тәсілдерді үш топқа топтастырады. Үш топқа топтастырады. Дұрыс сөзім, қандай? Кім айтады? Айта ғой. Отыра ғой. Үш топқа топтастырады. Ол бірінші оқушылардың оқу танымдық қызметін көтермелеу, екіншісі оқушылардың оқу ұйымдастыруын көтермелеу, ал үшіншісі ол оқытудағы басты тиімділігі мен бағалау. Өте жақсы. Толықтырасыздар? Бабанский осы оқу тәрбиені активналандыру еңбегінде айтылып кетеді. Дұрыс. Осы әдістерді оқу процесін активналандыру деген еңбегінде көрсетеді екен. Жақсы, өте жақсы. Келесі кім келеді? Айсұлу келе ғой. Ал. Жетінші сұрақ түсті. Белсенділік дегеніміз не? Белсенділік дегеніміз Енді белсенділік деген айта ғой. жеке адамның бір іс-әрекетке бағытталған қарқыны. Иә, белсенділіктен кез келген сабақта белсенділік болады. Отырады. Кез келген сабақта белсенділік болады. Бала өзінің білімін көрсетіп, кез келген тапсырманы орындаса, ол белсенділік. Жақсы. Келесі арайым келе ғой. Ал 9-шы сұрақ екен. Интерактивті сөзі қандай мағына береді? Интерактивті сөзі ол Қазір жауап берсек, қазір. интерактивті сөзі ол менің ойымша Енді интер деген не нәрсе? өзара Өзара деген сөз. Ал актив деген белсенді. Интерактивті деген өзара белсенді болу деген немесе өзара белсенділік таныту деген білдіреді. Жақсы, отыра ғой. Келесі келе ғой. Ал 19 сұрақ түсті. Сізге интерактивті сөзі қандай мағына береді? активті оқыту дегенді, активті оқыту әдістері дегеніміз не? Баланың сабақ барысында белсенділік танытылу үшін қолданылады. Және де активті әдістер дегеніміз ол жаңағы сабақ барысында оны түсіндіру кезінде, белгілі бір тақырыпты түсіндіру кезінде қолданылатын белсенді жұмысты көрсетеді. Жақсы, толықтырасыз. Отыра ғой. Кезінде және де балалар белсенді қызмет атқарады. Сабақ барысында түрлі шығармашылық жұмыстар орындайды. Ал мұғалім бақылаушы қызметін атқарады. Жақсы. Бана да отырады. Жақсы. Енді келесі тапсырмамыз топтық жұмыс. Яғни сіздер қазір мына жерде бірнеше әдіс ұсынылған. Сол әдісті топпен ақылдаса отырып, постерге бұл әдістер сабақтың қай кезеңдерінде қолданады. Соны жасайсыздар. Оған 10 минут уақыт беріледі. Ал жасаймыз. Әдістерді оқып аламыз. Бірінші әдіс шебер әңгімеші, екінші әдіс шарттық шеңбері, үшінші әдіс ой тазарту, төртінші өрмекші қоры, бесінші данышпан өкілер, алтыншы жоғары деңгейлі сұрақтар, жетінші американдық мозаика, сегізінші тұлға. Енді осы 8 әдіс
Міне жан-жақтан жұмыс жасаймыз. Бірінші сабақтың кезеңдерін жазып аламыз балалар. Сабақтың кезеңдерін жазып аламыз. Сосын білесіздер сіздер әр тапсырмадан кейін не өтеді? Әр тапсырма қандай? Бағалау қандай бағалау? Формативті. Формен айтпаймыз, иә? Формативті бағалау жүреді. Оны ұмытпаймыз. Жақсы, ал жазамыз. Сіздерде не болды? Балалар уақыт аяқталып келеді, тездетеміз. Топтық жұмыс қой, жан-жақтан жазамыз. Жан-жақтан жазамыз. Мұқият ойланамыз. Жерде көркем шығармамен жұмыс, сондықтан жаңа тақырып, яғни көркем шығарманы меңгерту. Меңгертуде қандай әдісті қолдануға болады? Одан кейін ол әдіс мазмұны меңгерткеннен кейін енді тексересіз, иә? Онда қандай әдісті қолдануға болады ұсынып тұрған әдістердің ішінен? Соны мұқият тыңдаңыздар, ойланыңыздар. Топпен ақылдасып ойланыңыздар.
Алар аяқталды уақыт. Болды. Қосымша уақытта берілді. Кім? Сіздердің топтарыңыз дайын сияқты келіңіздер. Қалғандарымыз тыңдаймыз. Өйткені қазір кері байланыс беруіміз қажет. Сондықтан мұқияттыңға жетістіктерін анықтап отырамыз. Балалар, жазуды тоқтатамыз, бәріміз қараймыз. Біз ең алдымен ұйымдастыру кезінде үй жұмысын сұрау. Үй жұмысын сұрау біз шебер әңгімеші әдісі қолданылады деп алдық. Одан кейін ұйымдастыру кезеңі. Ол кезде шарттық шеңбер әдісі, яғни балаларға психологиялық ахуал тудыру үшін бірінші шарттық шеңбер жасалынады. Одан кейін дәл осы ұйымдастыру кезеңінде біз американдық мозаика тәсілінің әдісін алдық. Яғни мәтінді меңгертудегі тиімді әдіс болып табылады бұл бізде. Жалпы енді біз сабақ ортасында осындай әдіс тәсілдерді бөлдік. Ол біріншісі өрмекші тор әдісі, ол барлығымызға белгілі. Бұл жерде топ ішінде сұрақты қою барысын, сұраққа жауап кері байланыс ретінде алып отырады өрмекші торы. Содан кейін данышпан үкілер шамалы қиындау әдіс тәсіл. Бұл көбінесе мәтінмен жұмыс істегенде өте тиімді әдіс тәсілдердің бірі болып табылады. Неліктен? Өйткені бір ғана данышпан үкілердің өзі 6 бөлімнен тұрып отырады. Оның ішіне өзінің ойыңды жеткізе аласың, шығармашылық жұмысты жасай аласың. Сонымен қатар бір-бірімен пікір алмасуды да жақсы әдіс тәсілдердің бірі болып табылады. Және де сабақтың ортасында бізде жоғары деңгейлі сұрақтар деген әдісті қолдану өте тиімді, өйткені бұл арқылы уақытты толық игеруде тиімді болып табылады. Сабақтың соңын біз ой тазалық әдістесімен қорытады. Яғни ой тазалық әдісімен рефлексия. Бұл сабақтың соңы. Бар ма сұрақтарыңыз? Сұрақтарыңыз бар ма? Үй тапсырмасын сұрамас бұрын бірінші ұйымдастыру кетеді, балалар? Ең бірінші мұғалім есіктен кірген кезде ұйымдастырады. Сосын барып үй тапсырмасын сұрайды. Жақсы, отырыңыздар. Рахмет. Келесі топ. Келе отырыңыз. Сабақтың ұйымдастыруына біз шарттық шеңберін алдық. Ең бірінші психологиялық ахуал тудыру үшін. Содан кейін біз үй жұмысын сұраймыз. Бұнда біз өрмекші торын алдық. Өйткені мұнда сұрақ жауап арқылы жаңағыда айтып кетті ғой, кері байланыс жасаймыз деп. Біз сонда өрмекші торын осы үй жұмысын сұраған кезде әдісін қолдануға сондай бір шешім қабылдадық. Содан кейін сабақтың барысы. Сабақтың барысында бізде данышпан үкілер әдісін алдық. Данышпан үкілер әдісі ол 6 сұрақтан тұрады. 6 сұрақ, 6 деңгейлі сұрақ. Және де сабақтың соңы. Жалпы сабақтың соңын біз әкелетін болсақ, сонда ең бірінші жоғары деңгейдегі сұрақтар қойып, осы сабақ барысында оқушылар өздерінің түсінгенін осы жоғары деңгейдегі сұрақтарға жауап беру арқылы біз олардың кері байланысуын және организациялар түсімен сабақтың кезінде. Олар кері байланыс ол қай уақытта беріледі? Формен айтпайшы, бір адам айтып, яғни кері байланыс әр тапсырмадан кейін беріледі. Яғни үй тапсырмасын сұрағаннан кейін немесе жаңағы сабақ барысында орындаған тапсырмалардан кейін болады. Сіздерде бәрі кері байланыс өтіп болады. Бәрі кері байланыс жасау деп. Сондықтан тағы бір қарап шығып жүйелепті, данышпан үкілерді қай уақытта қолданатын болдыңыздар? Көркем шығарманы қолдауда қолданысында, иә? Содан кейін негізінде әдіс тәсілдерді басқаша да ойната беруге болады. Сол кезде менің ойымша американдық мозаиканы ұйымдастыру кезеңінде бізде сабақта балаларға болжату дегенде бар. Сонда мысалы сол кезде болжатуға болады сабақтың. Тыңдаймыз балалар, Аружан, тыңдаймыз.
ұйымдарын беріп балаларға, сол кезде олар топпен оны құрастырады. Содан кейін олар мынау сюжет бойынша әңгімелейді. Яғни мысалы мемлекеттік қожағына алатын болсақ, мұндағы сюжет көрсетеді. Сол кезде мысалы өзің айнада сөйлесіп тұрған диалог болады ғой, сол кезде олар айтып беру керек деген сияқты. Жақсы. Барлық сұрақтарыңыз? Рахмет, отырыңыздар. Келесі топ, келіңіздер, сіздердің топтарыңыз. Бала мұқият тыңдап отырамыз, мұқият тыңдаймыз. Әдістерді қалай орналастырды, сабақты кезеңдегі сақталды ма, соған көңіл бөлеміз. Ал, бастаңыздар. Біз ең бірінші ұйымдастыру кезеңі, біз оған шаттық шеңберін алдық, жаңағы сыныпта оқушыларға психологиялық ахуал туғызу мақсатында ортаға шығарып, шаттық шеңберін құрып, бір-бірлеріне біле беру деген секілді. Одан кейін екінші кезең біз үй тапсырмасын сұрау. Біз үй тапсырмасын сұрауға өрмекші топ әдісін қолданатын болдық. Жаңағы оқылған материалдары бойынша немесе көркем шығарма бойынша бір-бірлеріне сюжеттік желі бойынша сұрақтар қойып, жауап беріп отырады. Одан кейін бізде сабақтың барысы, жаңа тақырыпты түсіндіру. Біз оған американдық мозаика әдісі арқылы жаңа тақырыпты түсіндіреміз деп шештік. Одан кейін жаңа тақырыпты пысықтау, біз данышпан мектебінен жинадық, әдісі ол жерде мәтінді түсіндірген кезде балаға қолдау ретінде көрсетеді. Одан кейін біз жаңа тақырыпты бекіту дегенде жоғары деңгейде сіздің тапсырмаларды кері байланысқа біз тұлға әдісін алдық. Содан соң біз сабақтың барысы, яғни ұйымдастыру кезеңі бірінші кезең, бұл кезеңге біз шаттық шеңбер әдісін қолдандық, балалар ортаға шығарып, шаттық шеңберден тұрады. Екінші жаңа сабаққа кіріспе ретінде біз жоғары деңгейлі сұрақтар деп алдық. Өйткені балалар жаңа сабаққа кіріспе кезінде өткен тақырыпқа шолу жасап, оларға сұрақтар қоямыз, сол сұрақтар арқылы балалардың алдыңғы білімін білетін боламыз. Үшінші сабақтың ортасы, біз бұны сабақтың ортасына жоғары деңгейлі сұрақтарды берілгеннен кейін шебер әңгімеші әдісін қолданып, содан кейін оны топпен үш топқа бөліп, олар бір-біріне түсіндіргеннен кейін өрмекші әдісі арқылы сабақтарын бір-біріне түсіндіреді және формативті бағалауға біз тұлға әдісін алдық. Одан кейін ең соңғы сабақтың соңына біз ой тазарту әдісін. Сықтау кезеңде біз америкалық мозаиканы алдық, ал содан кейін сабақтың соңында біз ой тазарту әдісін. Жақсы. Барлық сұрақтарыңыз жоқ. Жақсы. Енді тақтаға назар аударайық. Қазір ол жаңағы берілген 8 әдіс қалай орналастырылған екен. Бірінші ұйымдастыру кезеңі, жаңа өздеріңіз айтып өттіңіздер, шаттық шеңбері, жаңа сабақты түсіндіру, яғни мәтіннің мазмұнын меңгертуде бұл жерде американдық мозаиканы қолданады екенбіз. Сосын одан кейін енді сол меңгерген мәтіннің мазмұнын тексеруде өрмекші торы, одан кейін мәтінді толық меңгергеннен кейін талдау жұмысын жүргіземіз. Ол кезде яғни неден кейін өрмекші торынан кейін біз кері байланыс жүргіземіз. Яғни бұны шебер әңгімеші, яғни бір-бірлеріне мазмұнын айту барысында шебер әңгімеген адамды жоғары бағалаймыз. Одан кейінгі мәтінді меңгергеннен кейін балалар енді мәтінді талдау жұмыстарын жүргізеді. Ол барысында біз данышпан үкілер, жаңа өздеріңіз айтасыздар, данышпан үкі күрделі әдіс, ол 6 бөлімнен тұрады деп. Міне әңгімені көркем шығарманы талдау кезінде данышпан үкіні қолданады екенбіз. Одан кейін енді біз жаңа айттық, әр тапсырмадан кейін формативті бағалау жүреді деп. Яғни одан кейін кері байланыс тұлға, жаңа бір топ айтып өтті, формативті бағалауда тұлғаны қолданады деп. Одан кейін бар сабақты бекітуде жоғары сұрақтар, сабақты қорытуда ой тазарту. Жақсы. Енді әр топқа алтын тұғыр әдісі арқылы кері байланыс
бағалай қояйық. Кері байланыс. Тезірек. Ұлжан, сіз кімге, қай топқа бересіз? Сұрағыз, айтамыз. Жалпы алтын тоғы түсіну бойынша ешқандай қателіксіз барынша жақсы орындауға тырысқан топ. Мен оны аружандар топтарына беремін. Және де біздің топ шамалы түсінбей қалдық. Біз оны сабақтың ортасы ұйымдастырып соны деп бөліп тастадық. Ал жаңа тақырыпты пысықтау, тұжырымдау деп бөлген жоқпыз әдістесіздерді. Содан кейін күмісті мен Еркемайдың және де Сымбаттың тобына берер едім. Және де қола тұғыр білмеймін, жоқ сияқтымын ғой. Жоқ, өзіңіздің көзқарасың жақсы. Жалпы сіздердің бағыттарыңыз дұрыс балалар. Ол біз сабақтың басы, ортасы, соңы деп бөлеміз ғой. Яғни сабақтың басында ұйымдастыру жүреді, ұйымдастырмасыңызға ұйымдастыру. Одан кейін жаңағы сабақтың ортасында жаңа сабақ, пысықтаулар жүреді. Ал соңында сабақты бекіту, қорыту жүреді. Ол мынаны былай орналастырғанмен ары қарай жаңа сіздердің бағыттарыңыз дұрыс. Тағы да бір адам бағаласын тезірек. Кім бағалайды? Кім? Арайдың, қалай бағалайсыз? Менің ойымша алтын тоғырды біздің топта деп ойлаймын. Себебі біздің жаңа сізбен тексергенде біздікі сәйкес келіп тұр. Және де күмісті мен Еркемаймен әңгімелеймін. Жақсы, жарайды, жақсы отырады. Енді біздің келесі тапсырма жеке жұмыс, яғни бұл жерде студенттер дәріске қосымша ретінде зерттеген материалдарын қолданып, яғни зерттеген әдістерін қолданып, сіздер жеке жұмыс жасайсыздар. Алдыларында 5-ші сыныптың оқулығы жатыр. Сода біз осы сабаққа арнап Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерін алып отырмыз. Сондықтан сол 3 әңгімесінің негізінде сіз бір әдісті қалай қолданасыз. 5 минут уақыт беріледі, 5 минут. Ауызша айтуға болады, дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар, қай әдісті қалай қолданасыз, бірақ міндетті түрде мысалмен дәлелдейсіздер. Құрғақ әдісті қолданбаймыз. Дәптерге жазамыз. Қандай әдісті сіздер өздеріңіз зерттеп келдіңіздер, бірнеше әдістер зерттедіңіздер, қосымша тапсырма ретінде. Сол әдісті енді көркем шығармамен дәлелдейсіздер. Көркем шығармамен таныссыздар. Сіздер бұл шығармалармен мектепте байқау практикасы кезінде де таныспасыздар, бұрын анда таныссыздар. Сондықтан мәтінмен жұмыс қиындық тудырмайды. Тек қана сол мәтінді әдіске салуыңыз керек. Егер мен қағазбен состерге түсіріп қорғаймын десеңіздер, мінекей қағаз. Бірақ 5 минут деген тез, ауызша қорғауларыңыз қажет. Егер қағазға жазам десеңіздер. Нұсқа кірісеміз.
егер дайын болсаңыздар айта беруге болады балалар. Дайынсыз ба? Мысалмен дәлелдеп айтасыз ба? Жақсы, 1 минут көңіл аударайық. Кім Сұлтан айтамын, тыңдап шығып айтады. Сұлтан, қандай әдісті алдыңыз? Сосын оған қай шығарманы негізге алдыңыз? Мен бірінші дүние қалай ертең табылады, осы шығарманы алдым. Мен таңдаған әдісім атаулар терминдер кестесі. Мысалға, жалпы түсіндіріп кетсем, бұл атаулар кестесінде сабақ барысында оқушыларға үш бағанды кестесі қоямын. Бірінші бағанда бірінші атау, екінші бағанда екінші атау, және үшінші бағанда үшінші атауларды жазып қоямын. Содан кейін ол атаулар осы мен алып шығармамда ашатын негізгі үш термин болып табылады. Содан кейін балалар осы үш термин туралы өздерінің түсініктерін айтып кетеді ең басында. Одан кейін барып мен оларға осылардың барлығын байланыстырып балаға сабақ түсіндіремін. Мысалға бірінші атау мен балалар. Бірінші атау бізде клиентші, екінші атау купец, және де үшінші атау еңбек. Неге алдым десем, біріншіден балалар түсінікті болсын, бұл оқиға осы клиентші туралы. Сол клиентші жүріп, сол купецке кезігеді, және купецтің берген жаңағы кеңесі арқылы, ол еңбектену арқылы осылай жетістікке жетіп, ол да сол жаңағы бай өзінің кітап дүкенін ашатын кәсіпкерге айналады. Жақсы, рахмет. Негізі бұл жерде бұл сөздерді, яғни қай жерде, қандай жағдайда, қашан естідіңіз деп, соны түсіндіруіміз керек. Жақсы, өте жақсы отырамыз. Келесі, дайын адам бар ма? Келесі бар ма? Дайын адам? Ауызша айту керек. Ауызша айту керек. Тағы да бір-екі адам айтса, сосын бәрі формативтап алады. Келе ғой, алдынан. Тыңдаймыз, балалар, өйткені кәсіпкер байланыс жасауымыз қажет. Мұғаліммен Алтынтай Жомарт әңгімесін алдым. Және мен қолданатын әдіс D, E, және L деп аталады. Бұл әдіс бізде өзі 4 әріптен тұрғандықтан 4 тапсырма болады. Мұнда оқиғаны баяндау, суреттеу, E ол бізде түсіндіру, және A ол бізде анализ, яғни түсіндірген бойынша талдау жұмыстарын жүргізу, және L ол байланыс. Мұғаліммен Алтынтай Жомартты алып отырмын. Ең біріншіден бұл оқиғаны барлығымыз білеміз, баяндап өтейін бе қысқаша? Жоқ, сіз жаңағы 4 әріпте не нәрсе жаздым, соны ғана айтыңызшы, болды. Мұғалім бірінші ол бізде ауызша болып келеді ғой. Мен айтыңызшы, сол не нәрсе айту керек, бір ауыз сөзбен. Мұнда біз Алтынтай Жомарттың не себепті Алтынтай екенін айтып өтеміз. Жомарт болғанын айтасыз. Келесі екінші? Екінші ол бізде түсіндіру. Яғни ол өзі жұмыс істеген түсіндіріп өтеді. Сосын үшінші? Жаңағы осы әңгімеде мұғалім өзінің 4 себебін айтады ғой, осылай жұмыс істеп жүргенінің. Жоқ, оның себебін түсіндірдіңіз. Ары қарай келесі үшінші әріп қандай? Талдау жұмысы, үшінші әріп ал бізде анализ, яғни талдау жұмыстарын жүргізеді. Жаңағыдай осы айтып өткен 4 мәселеге талдау жұмыстары жүргізеді. Одан кейін ол бізде байланыс, яғни қазіргі өмірмен байланыстырып өтеміз. Жақсы, рахмет, отыра ғой, келіңіз. Кішкене бала уақыттыңыз, кішкене тезірек айтсаңыздар, иә? Мен Құтшақ Сейітқұл әңгімесін алдым, әңгімелесетін әріптестер әдісі. Бұл жерде бізде бірінші 3 жаңа оқылған фактіні келтіру. Мен осындай фактілерді келтірдім. Бірінші, Торғай өңіріндегі Қабырға өзенінің суының бойына көшуі. Екінші, Сейітқұлдың ағасы Қоңырат жағында қолға түсіп мерт болуы. Үшінші, Сейітқұлдың 1830 жылы дүниеден өткені. Екінші, бізде оларға жеңіл болып көрінген мәлімет. Яғни бұл жерде менің ойымша оларға жеңіл болып көріну, қоныс аударуы болып көрінеді, ал оларға қиын болғаны қалай егін егіп байып кетуге болады деген сұрақ қойылу. Ал төртінші, олардың алдағы уақытта білгілері келетіні Сейітқұл дүниеден өткен соң ел тағдыры қалай болғаны. Жақсы, рахмет. Ал енді бұны қылғатысы арқылы 3 баланы тыңдады. Қайсыға қандай нені бересіздер? Яғни көбелек шапшаң орындаған, тасбақа, яғни баяу емес, керісінше қылғатысы қолданған, сосын бәрі керемет жақсы болған тұлға. 3 балаға тезірек кім
көпке қандай? Ал, сымбат. Көбелек ол бізде тапсырмалы ең жақсы орындағы студенттерге оны сылтауға берілген. Иә, дұрыс, өте жақсы Сұлтан. Содан кейін таспаға суретіндегі традицияларды қолданғаннан мысалы маған екеуін деді, аружан мен еркебін де берілген. Жақсы, енді тұлғаны беретін не жоқ, атамыз жоқ сияқты. Жақсы. Енді мені сабақты бекіте қояйық. Сабақ барысында қолданған қандай әдіс ұнады, несімен тиімді болды? Бір ауыз сөзбен. Қандай әдіс ұнады? Айта ғой. Маған жаңағы бірінші тапсырма ұнады, яғни бұл жерде 8 әдіс көрінді ғой. Біз соларды оқи отырып, сабақ кезеңдерге бөліп, алдағы уақытта қалай пайдалану керектігін білдік. Жақсы, отырады. Тағы да келесі әдістерді таңдауда, саралауда қиындықтар туды ма? Кім? Ал. Негізінде қиындықтар болды, себебі кішкене келеңгілермен шатасып қалған болатынбыз. Жоқ, сіз өзіңіз қандай әдісті таңдағанда сол кезде? Біз негізінде үй тапсырмасын сұраумен өрмеш әдісі жазып қойдық біз оны. Соңында Жоқ, қиыншылық туды ма, жоқ па? Соны айтыңызшы. Оның себебі не деп ойлайсыз? Оның себебі көп іздену қажет. Келесі, бүгінгі сабақта әдебиет пәнінде қолданылатын әдістер жайлы дәріске қосымша не алдыңыздар? Дәріске қосымша не алдыңыздар? Формен айтпаймын, түрегеп айтамын. Формен айтпаймын. Әдіс тәсілдердің қалай және қашан қолданылу керек туралы ақпараттар алдық. Және дәрісте берілген әдіс тәсілден басқа тағы да жаңа әдіс тәсілдерді өзіміз оқып үйрендік. Жақсы. Енді қорытындылайық. Бұл жерде енді мына жерде сандыққа қажетті ақпарат саласыздар. Ентартқышқа әлі де зерттеу керекті, ал қоқыс жәшігіне қажет емес. Тезірек жаза қояйық, 1 минут уақыт, тезірек жазамыз, сосын не қояйық. Не нәрсені алып кетесіздер, не нәрсені зерттейсіздер, не нәрсені қоқыс жәшігіне саласыздар. Ауызша айтып, тақпаған неді, ал кім нетеді? Өз ойын айтады, сабақты қорытады, яғни өзінің жұмысына. Сіз осы сабақ барысында не нәрсені өзіңізге аласыз, не нәрсені әлде де зерттейсіз, не нәрсені қоқыс жәшігіне саласыз. Бір адам, бір адам. Ал, келе ғой. Мұнда, білесіз? Анда, келе ғой. Айтып, бір жерге ақырын. Бірінші сабақта пайдаланған. Мұнда. Ақырын. Бірінші айтыңызшы, сосын қайсыға кетесіз? Сабақта мен үшеуіне де қарастырдым. Сабақта пайда болған ақпараттың әдістерді өзінде алу, яғни және өткен қаншама әдістерді өзіме болашақ маман ретінде өзімнің қорыма жинадым. Әлі де зерттеу керек қажет. Яғни көптеген әдістерді оқып, олардың қандай жерде қолдану керек. Сіз нақты айтсаңызшы, не нәрсені алып кетесіз, не нәрсені кетесіз? Сабақта пайдалы ақпараттардың өзім алып кететін әдіс тәсілдерді. Жақсы. Жарайды. Жақсы, келесі тағы бір адам айтсын. Алай, айтшы, Серікгүл. Мұнда кетеш? Мен бірінші сандыққа тұлға әдісін алып кетемін, өйткені маған осы әдіс қатты ұнады. Зерттеуге мен ары қарай көптеген тек қана осы әдіс тәсілдерін ғана емес, көптеген әдіс тәсілдерді зерттеп білгім келеді. Жақсы, өте жақсы. Барбаттарын айтатын, ертедегішілер тағы бір адам. Мен айтайыншы. Айтыңыз келin. Мен бірінші сандыққа салам ол американдық мозаика әдісін алған қатты ұнады. Мен соны өзіме аламын, ал әлі де зерттеу керек әдіс тәсілдер ол жаңағы сабақ кезеңдері бойынша әдіс тәсілдерді дұрыс бөлу. Соны тағы зерттеу керек, ал қоқыс жәшігіне салатын ақпарат жоқ. Жақсы, рахмет, отырады. Енді студенттердің білімін бағалайтын болса, сіздер бүгін белсенділікпен жұмыс жасадыңыздар, бірақ көп жерлерде қателіктер жіберіп